Ал қыздар, сәлем. Так, бүгін сіздермен Pinduoduo сайтында жалпы бір мысал ретінде бір товарға оплата жасап көреміз, иә. Мұқият қарап алыңыздар, өтініш сіздерден. Жалпы қазір оплата жасаудың бір екі түрін көрсетіп жіберемін. Егер де сіздің товарыңыз төленбеген товарлардың ішінде тұрған болса, сол жерден мына товардың үстін басып, қызыл иероглифті таңдап оплата жасай аласыздар. Немесе өздеріңіздің қалаған, ұнатқан товарларыңыз болады ғой, избірна сақтаған. Мысалға мен қазір избірнаға кіремін. Осы жерден сіздермен бірге бір товарға оплата жасаймыз. Мысалға мына сырғаны алдым, иә. Бағасы небәрі 11,31 юань екен. Астындағы қызыл иероглифті басамын, яғни оплата жасау дегенді. И қыздар, айта кететін жайт, сіздер адресті мұқият таңдайсыздар. Сіздерге бір емес неше карго берілді. Мысалға Кайлан болса Кайландікі, немесе Бруандікі. Каспий Голдпен оплата жасау үшін бізде галочка мына жүрекшеде тұру керек, иә. Енді астындағы мына иероглифті басасыздар. Сол кезде сіздерде тағы да қызыл иероглифті басасыздар, сонда сіздер картаның соңғы 3 цифрасын енгізесіздер. Сол кезде сіздерде мынандай бет шығады, айналады. Яғни платежный парольдарыңызды енгізесіздер, оны ұмытпайсыздар, иә, алдыңғы сабақта айтылды. Так, қараңыздар, міне айналып жүріп жатыр. Егер загрузка көп болса, связға байланысты кейде көп болып кетеді, да? Сол кезде кішкене күте тұрасыздар. Осы Каспий Голдтарыңызға код келеді, сол кодты енгізесіздер и болды.